Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдік жүктілік және осы жасөспірімдік жүктілік қаншалықты дұрыс және қандай асқынулары бар, осы туралы айтатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, алдыңғы сабақтар бойынша сұрақтарыңыз болса, эфир барысында қоя беріңіздер, соңында міндетті түрде жауап береміз. Ерте жүктілік немесе жасөспірімдік жүктілік дегеніміз бұл 13 пен 18 жас аралығында болған жүктілікті айтады. Дамушы елдерде ерте жүктілік көп жағдайда жоспарланбаған, сол себепті де абортпен аяқталады, тіпті үлкен мерзімде де түсік жасатып жатады. 13 пен 18 жастағы қыздардың гормоналды жағдайы енді қалыптаса бастайды. Олар жыныстық жетілу кезеңінде болады. Бұл кезеңде қыз баланың ағзасы да, психикасы да әлі жүктілікке де, ана болуға да дайын емес. Жасөспірім қыздың ағзасының жүктілікке дайын болмауының себебінен көптеген өзгерістер туындайды. Организмде ұрықтың дамуына қажетті материалдар дайындау басталады. Яғни ол баланың өсуіне қажетті әртүрлі витаминдердің, минералдардың қажеттілігі артады. Ал жасөспірім шақта ол өзінің ағзасының өсуіне жұмыс жасау қажет. Яғни оның тамақтануы да, қабылданған әртүрлі витамин минералдары да оның өсуіне, оның бойының өсуіне, ішкі мүшелерінің өсуіне, менталды тұрғыда олардың қалыптасуына қажет минералдар қажет. Бірақ та егер де жүктілік болған жағдайда ағзаға есе көп жұмыс жасау керек болады, күш жұмсау қажет болады, жас организм оған жетісе алмайды. Сондықтан да жас қыздың да, ұрықтың да дамуы тежеле бастайды. Егер де жасөспірімдік жүктілік үзілмеген жағдайда нәресте жақтан мынандай мәселелер орын алуы мүмкін, асқынулар болуы мүмкін. Мерзімнен ерте босану. Яғни мерзімнен ерте босану деп отырғанымыз бұл 37 аптаға дейінгі босануды айтады. Бұл да қыз баланың әлі жыныс мүшелерінің, жатырының толық ересек размеріне дейін өсіп жетілмеуінің нәтижесінде ол ерте босанып қояды. Сонымен қатар осындай ерте босану нәтижесінде баланың салмағы төмен және өте төмен нәрестенің туылуы. Төмен дегеніміз бұл 2,5 килограммға жетпеген бала салмағы, өте төмен дегеніміз 1,5 килограммға жетпейтін нәрестенің салмағы болып табылады. Ағзалық жетіспеушілік, яғни баладағы ағзалық жетіспеушілік әртүрлі, бұл да оның өсуінің тежелуі нәтижесінде болады, және де ерте босанған жағдайда да ағзалық жетіспеушілік болады. Көптеген аномалиялар, бұл да қажетті витаминдер мен минералдардың жетіспеуінен пайда болады. Оған қажетті құрылыс материалының жетіспеуі, яғни белоктың жетіспеуі нәтижесінде болады. Жатырішілік гипоксия, менталды және физикалық дамудың кешігуі мүмкіндігі жоғары. Салмағы жетісіп туылса да, оның болашақта әртүрлі дамуының кешігуі болуы мүмкін. Жасанды емізу көп орын алады. Бұл да әрине нәрестенің жағдайына өзіндік кедергілерін көрсетуі мүмкін. Себебі қаншама технологиялар болған күннің өзінде де ана сүтіне әлі теңеспейді. Сондықтан жасанды емізуге қарағанда ана сүті бала ерте босанған күннің өзінде оның тез қалыпқа келуіне, тез салмақ қосуына және өзімен қатарлас нәрестелермен қатар дамуына мүмкіндік туғызады. Себебі ана сүтінде 200-ден астам пайдалы минералдар, 200-ден астам яғни витаминдер, иммуноглобулиндер, бұл иммунитетті де құрайды. Сондықтан жасанды сүт әрине оның барлығын бере алмайды. Ал жасөспірім қыздар, жас аналар көбінесе емізбей жатады. Егер жүктілік үзілмесе, жасөспірім ананың денсаулығы жағынан мынандай мәселелер орын алады. Анемия болады. Бұл енді жасөспірім қыздың ағзасында белсенді өсу кезеңі болып жатады. Жыныстық жетілу, жалпы ағзаның жетілуі болып жатқан кезде оған темір аса қажетті. Ал темір бұл оттегін тасымалдайтын бірден бір минерал болып табылады. Сондықтан ол
егер де жеткіліксіз болса, ол баланың да өсуіне тежеу береді. Сонымен қатар ананың да денсаулығына өз кедергісін тигізеді. Гипертония деп отырғанымыз бұл қан қысымының жоғарылауы, артериалды қан қысымының. Бұл да қыз баладағы қан айналым жүйесінің толық қалыпқа келмеген, толық жетілмегеннің нәтижесінде болады. Сонымен қатар преэклампсия, эклампсия деген арнайы жағдайлар болады. Бұл тек жүктілік кезінде келетін, жүктіліктің асқынуы деп білеміз. Қан айналым жүйесінің, сонымен қатар бүйректің жұмысының нашарлауы нәтижесінде осындай преэклампсия, эклампсия жағдайлары кездеседі. Бұның бірден бір шешімі босану, яғни жүктіліктің мерзіміне қарамастан, егер әйелдің жағдайына қауіп төнетін болса, біз міндетті түрде жүктілікті үземіз немесе босандырамыз. Токсикозда жасөспірім аналардың денсаулығының әлі қалыпқа, ересек жағдайына келмегендік нәтижесінде, яғни ЖКТ, яғни асқазан ішек жолдарындағы әлі толық жетілмеген жүйенің нәтижесінде осындай токсикоз болып жатады. Жүктілік кезінде салмақтың аз қосылуы, бұл баланың да салмағының аз болуына себепші болады. Ұрық жолдастың төмен немесе жатыр мойнына жанаса жатуы да жасөспірімдік жүкті әйелдерде жиі кездесетін асқыну болып табылады. Ұрық жолдас деп айтып отырғанымыз бұл плацента, яғни баланың кіндік арқылы анамен байланысқан мүше болып табылады, және ол егер де төмен орналасатын болса, немесе жатыр мойнына жанаса орналасатын болса, бұл аса қан кетуге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар жалпы жасөспірім аналарда қан кету асқынуы өте қаупі жоғары. Атоническое кровотечение деп айтады. Ол жатырдың босанғаннан кейін жиырылғыштығы қалпына келмеген жағдайда осындай өте агрессивті қан кету болады. Бұндай жағдайда тіпті жатырды алып тастауға дейін барады. Сондықтан жасөспірім анаға бұл жүктілік, жалпы жасөспірім денеге, ағзаға жүктілік өте асқынуларымен жүреді. Сонымен қатар жас аналар жүктілікті үзуге жүгініп жатады, түсік жасатады, және бұның барлығы медициналық орталықта емес, стационарда емес, жеке жасауы мүмкін, өздігінен жасауы мүмкін, немесе подпольно жасауы мүмкін. Сондықтан бұның да өзінің асқынулары бар. Босану кезінде де асқыну болуы мүмкін. Босану әлсіздігі, бұл да жатырдың толық жетілмегендігінен, және кіші жамбас бұлшық еттерінің толық дамып жетілмегендігінен бұлшық еттердің әлсіздігі болады. Ондай кезде босануға деген күштің аз болуы, және босану кезеңінде ұрықтың осы босану жолдарында тұрып қалуы мүмкін. Бұл да баладағы гипоксияға және ары қарай оның әртүрлі орталық жүйке жүйесіне әсер ететін ауруларына алып келуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда жасөспірім қыздарды кесір тілігі арқылы босандырып жатады, бірақ кесір тілігінің де өзінің асқынулары бар. Бұл өйткені операция бәрібірде жатырға жасалатын ашық операция, сондықтан әрбір бұның да өзінің асқынысы болады. Ерте жүктіліктің психологиялық проблемасы да маңызды. Алғаш жүктілік жайлы жасөспірім қыз өзі білген кезде өзін кінәлі сезінеді, ашуланады, және мойындамау сезімдері болады. Бұл кейінірек қауіпті салдарларға да алып келіп соғады, себебі психикасы толық жетілмеген, жеке тұлға болып қалыптаспаған қыздың әртүрлі әрекетке баруы мүмкін, және медициналық көмекке де осы себептен, мойындамау себебінен де кеш жүгініп жатады. Қыз өзінің өмірінде алғашқы маңызды шешімге тап болады, және ол бірден балалық шақтан ересек шаққа өтіп кетеді, ауысуға тура келеді. Жас әкелер мұндай жағдайда жас ананы, жас қызды жалғыз қалдырады, бірден қашады, жауапкершілік алудан қорқады. Сондықтан қыз бала өзі жалғыз шешім шығаруға тура келеді.
қоғамда да мұндай жағдайды дұрыс деп қабылдамайды, көп сөгеді, бетіне басады, айыптайды. Сол себепті олар ешкімге айтпауға тырысады, тіпті ата-аналары да кеш біліп жатады. Көбінесе ерте жүктілік жағдайы төмен, социалдық төмен отбасының балаларында болады. Ата-аналар мен балалар арасындағы қалыпты қарым-қатынас болмаған жағдайда, яғни жыныстық тәрбие жөнінде әңгіме айтылмаған жағдайда осындай мәселелер туындап жатады. Сонымен қатар жүкті болғаннан кейін қыз мектепті тастауға тура келеді. Мектепті тастамаған күннің өзінде оған аналықпен оқуды бірге алып жүруге мәжбүр болады. Сондықтан бұл жағдайда не білімнің жетіспеушілігі, не ана болып балаға деген жауапкершіліктің төмен болуынан әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сонымен қатар қыз баланың білімінің жетіспеушілігі одан әрі қарай өзін дамытуға, кейін жақсы жұмысқа орналасуға, мәнсап жасауына, карьера жасауына мүмкіндігін тежейді. Сондықтан да қара жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал бұл ақша жеткіліксіздігіне, өз кезегінде жас ананы қылмысқа итермелейді. Қорғансыздық көбінесе отбасындағы зорлық-зомбылыққа алып келеді. Үмітсіздік алкоголизм мен есірткіні қолдануға итермелейді. Және мұндай әйелдер көбінесе 20 жасқа толмай жатып, тағы да жүкті болып жатады. Ал олардың балалары өз кезегінде ешкімге қажет емес және сәбилер үйін толықтырады. Қазақстанда жасөспірім қыздар арасында жасанды түсік Европамен салыстырғанда 3-4 есе көп екен. Сондай-ақ елімізде 21 мың ВИЧ-дертін жұқтырған адам болса, соның 40%-ы 15 пен 29 жас аралығындағы жастар. Осындай түрлі себептерден елімізде 17 мың отбасы бала сүйе алмай отыр. Сондықтан мамандар мұндай келеңсіз жайттардың алдын алу үшін балаларға жыныстық тәрбиені 12 жастан бастап жүйелі түрде, сауатты түрде жүргізу керек екенін ескертіп айтады. Ерте жүктіліктің қандай тағы да салдарлары бар? Мұның салдары негізінен әйелдің моральды әсер ететін психологиялық деңгейлерде, немесе кемсіту, немесе бас тарту, жалпыға ортақ проблемаларға айналған әлеуметтік деңгейлерде болуы мүмкін. Және бұның психологиялық жағдайында айта кету қажет, яғни қызда депрессияға түсу мүмкін. Депрессияны бұл тек қана көңілсіздік емес, бұны бір ауру ретінде қабылдау қажет, себебі үмітсіздіктен туындау мүмкін. Және депрессияның ең асқынуы әрине бұл өз-өзіне қол жұмсау, сондықтан жасөспірім қыздардың арасында да осындай жағдайлар болып жатады. Әрине көңілсіздік сезімі, қаражаттың жетіспеушілігі, болашаққа деген көңілсіздік сезімінің негізі болуы мүмкін. Баланың, нәрестенің әл-ауқатына қатысты уайымдау, яғни қалай асырай алам, қалай баланы тәрбиелеймін деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Және әртүрлі осы оның психикасының толық жетілмеуінен де әртүрлі жағдайлар болып жатады. Асқынулар болып жатады. Өзін кінәлі сезінеді, яғни бір жалғыз қалған, басқа қоғамнан шеттетіліп қалған секілді өзін жалғыздықта сезінеді. Жиі қойылатын сұрақтар. Бірінші, жыныстық қатынасты неше жастан бастауға болады? Бұл туралы алдында айтқан болатынмын. Жалпы Қазақстанның заңнамасына сәйкес неке құру жасы 18 жас, және міндетті түрде жыныстық қатынасқа түспес бұрын бірнеше принципті ұстану қажет, екі жақты келісім болу қажет, және саналы түрде теңдік тұрғыдан қарастыра отыра жыныстық қатынасқа түсу қажет, және жыныстық серіктесіңізге сенімді болу қажет. Жыныстық жолмен беретін инфекциялардың, сонымен қатар ВИЧ-тің жұқпауына көз жеткізу қажет. Және ешқандай тәуелділік болмаған жағдайда жыныстық қатынасқа түсу қажет. Неліктен жыныстық өмірді ерте бастауға асықпаған дұрыс? Бұл жаңағы айтқанымдай жасөспірімдік жүктілік, яғни ерте жыныстық қатынасқа түскен жастарда қалаусыз, жоспарсыз жүктіліктің қаупі жоғары. Сонымен қатар әлі буыны қатаймаған жас ағзаға, ол баланың да, ананың да өміріне қауіпті болуы мүмкін. Жасөспірім ананың өлімі және нәрестенің өліміне алып келуі мүмкін. Және әрине
баланы ары қарай асырау, оған тәрбие беру, оқыту да бұл үлкен жауапкершілік талап етеді, және осы туралы үнемі айтылу қажет, отбасыдан бастап айтылу қажет. Сондықтан егер де жастар, жасөспірімдер бұл туралы ақпаратқа ие болатын болса, оған дайын болатын болса, олар үнемі өзіне жауапкершілікті алатын болады. Сондықтан ретсіз жыныстық қатынасқа түспейтін болады. Сонымен қатар ерте жыныстық қатынасқа түскен жастарда жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың, оның ішінде АИТВ-ның, ВИЧ-тің қаупі өте жоғары. Ал бұл болашақта олардың балалы болу мүмкіндігін шектеуі мүмкін. Жыныстық қатынаспен айналысқанда қажетсіз, жоспарсыз жүктілікпен жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғану мүмкін бе? Әрине, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғанудың бірден бір тәсілі бұл серіктесті жыныстық қатынасқа түспес бұрын тексеру. Яғни одан ұялмай, жыныстық қатынасқа түспес бұрын анализ тапсыруын сұрау, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың жоқ екеніне көз жеткізу, содан кейін ғана жыныстық қатынасқа түсу. Бұл жыныстық қатынастың принципі болып табылады. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда жыныстық қатынасты міндетті түрде мүшеқаппен жыныстық қатынасқа түсу қажет. Мүшеқап жыныстық жолмен беретін инфекциялардан, соның ішінде ВИЧ-тен де қорғайды. Әрине 100% қорғайды деп айта алмаймыз, бірақ 90%-дан жоғары қорғайды. Мен дәріханадан мүшеқап сатып алуға ұяламын. Мүшеқап бұл әдеттегі дәрі секілді аптекада сатылғандықтан оған қалыпты қарау қажет. Себебі бұл сіздің өзіңіздің денсаулығыңызға деген жауапкершілігіңізді түсіндіреді. Яғни сіздің ағзаңыз әлі жүктілікке дайын емес. Сондықтан жүктіліктен сақтану мақсатында, жыныстық жолмен берілетін инфекцияларын сақтану мақсатында оны қолданудан еш ұялмау қажет. Бұл тек сіздің өзіңіздің жауапкершілігіңіздің айнасы деуге болады. Кәмелеттік жасқа толмағандарға түсік жасатуға жолдама беру үшін ата-анасының келісімі қажет пе? Кәмелет жасына толмағандарға жасанды жолмен түсік түсіру ата-анасының кем дегенде біреуінің келісімі болған жағдайда ғана жасалынады. Түсік жасаудың қандай салдары бар? Түсік бұл аборт. Айтып отырған аборт бұл физикалық, психологиялық жарақат және гормональды күйзеліс деп қарастырылады. Түсік кезінде қан кетуі мүмкін, жатыр мойнының жарақаты болуы мүмкін. Түсіктің ерте асқынуына бұл жатыр мен жатыр қосалқыларының қабынуы және қан кетуі жатады. Жалпы жатырдан қан кетуден аса қорқу қажет, өйткені жатыр өте қатты қанмен қамтамасыз етілген, себебі оның қалың бұлшық еттен тұратын болғандықтан ол үлкен көлемге дейін ұлғаю керек. Сондықтан оның қанмен қамтамасыз етілуі өте зор. Егер де ол жерден қан кететін болса, бұлшық еттердің жиырылуы төмендейді, қанның кетуі асқына береді. Әдетте босану жағдайында 300-400 мл, 500 мл-ге дейін қан кетеді. Кесір тілігі арқылы босанған жағдайда 1 литрге дейін қан кетеді. Дәл сол сияқты аборт кезінде де қан кету орын алады. Ал бұл ағзаға артық нагрузка. Егер де қанды тоқтата алмайтын жағдайда кейде жатырды алып тастауға дейін барады. Сондықтан аборттың осындай да асқынысы бар. Кейінгі, яғни кешеуілді асқынуларына бұл созылмалы қабыну процестеріне алып келуі мүмкін. Созылмалы процестер бұл етеккір циклының бұзылысына, жалпы бедеулікке алып келуі мүмкін. Өйткені қабыну процесі бұл егерде жатырдағы қабыну болса, жиі түсіктердің болуына, яғни выкидыштардың болуына, привычное невынашивание дейді, соның болуына, сонымен қатар гормональдық бұзылыстарға, жатырдан тыс жүктіліктердің болуына бірден бір себепкер болады. Сондықтан барынша аборт жасатудан аулақ болған жөн және әрбір жүктіліктің жоспарланғанына көз жеткізу қажет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен, Ғайза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.